Аль-Фарабидің бойында болған ДТП 3 адам қайтыс болған. Сол жай әшейін дөңгелек жарылды или встречкаға шығып кетті дейсің ба? Жоқ, олай емес. Олар 5 машина золотая молодежь чиновниктің балалары да, наказать етілмейтін солардың балалары жарысады. Подложный госномер, біреусінің госномер жоқ. Двойной сплошнойда у Афанасьевичадан қияды да, прямой на север по Достық түседі. Восток по Аль-Фараби разворот и Достықта ДТП. Опрокид 250 мен встречкаға шығып кетеді да Достықтан. Не справился с рулем управлением емес. Қарсы келатқан Мерседес соғытты и дальше Фурмановдағы кармашка жаққа қарай ұшып кетеді. Сен қанша метр ұшқан есептейтін болсаң, ана зикірдіңше, датаға тоқтаймаған тонна. И любой адам солай өліп кетуі мүмкін да Алматыда. Мен өзім көлігін басқарып келатып, или сіз сөйтіп келе жатып өліп кетуіңіз мүмкін. Сол золотая молодежьдің солардың тірлігі үшін да. И сол жарысқан 5 көліктің ішінде департамент полицияның заместительдері соның көлігі служебный автомашинасы жүр да. Бір күнде 1 миллион теңге штрафқа түседі. И оның скоростын көретін болсаң, сен штрафқа түскен. И подложный госномермен жүр да, смело. Сендер сәл қарасаңдар, департамент полицияның замы қайсы? 102 деген. 102-дің водителі. Ол білген істеп жүр. Выходной күні, 21 күні машина негізі автохозяйствоға тұру керек. Сен оны для личного пользования. Хоть қандай рапорт жазып қойсаң да, для личного пользования. Түнде бір жақта бар бухать етуге, басқа қылуға или двойной сплошнойды қиып, етіп жүруге сен никакое право не имеешь. И оны кім, жаңағы инспекторлер, басқа біреулер тоқтата алады дейсіңдер ма? Жоқ, тоқтатамайды да. Ондай полицейдарды Алматыда тоқтатамайды. Бұл администрация президенттан или министр МВД прямой назар болу керек та бұл жерде. Мынау жай ғана бір күнде штрафын қараш. 1 миллион шығады анан бір күнгі штрафтары. Басқа күнгі штрафтарын айтпай ақ қойын.